Сәлем достар, бүгін сендерге сұрақ. Егер ең кішкентай әйел мен ең үлкен әйел шайға бірге отырса, не болады деп ойлайсыз? Дәл сол ғажайып кездесудің тарихын айтамын. Айжұлдыз каналына қош келдіңіздер. Қалай ойлайсыздар достар, бір бөлмеде әлемдегі ең кішкентай әйел мен ең үлкен әйел кездессе, не болады? Бүгін біз сендерге бірдей уақытта ерекше, күлкілі, таңғажайып тарихты айтамыз. Джотти Амиджи мен Румейса Гейли жайлы. Джотти Амиджи мини принцесса, ол Үндістаннан шыққан, бойы бар жоғы 62,8 сантиметр, яғни кәдімгі орташа өлшемдегі қуыршақтан биік емес. Бірақ бұл кішкентай қыз бүкіл әлемді таңғалдырды. Сериалдарға түсті, телешоуларда ойнады. American Horror Story дегенді көргендеріңіз бар ма? Ондағы ең сүйкімді, бірақ ең қорқынышты кейіпкерлердің бірі сол біздің Джотти. Румейса Гейли, гигант ханым. Ал енді таныссыздар. Ол Турциядан шыққан алып ханым Румейса Гейли. Оның бойы 215 сантиметр. Яғни егер қаладағы автобусқа мінсе, төбесін майыстырып алады деп ойлайсың. Ол веб-дизайнер, программист. Әлемге бойың қандай болса да, сен бәрібір ерекше адамсың деп көрсеткісі келеді. 2024 жылы Лондонда оларды Гиннес кітабы ұйымдастырған бір шайға шақырды. Бір үстелдің басында ең кішкентай әйел мен ең үлкен әйел отыр. Қараңызшы, біреу кружканы әрең көтеріп отыр, ал екіншісі оны бір жұтымда ішіп қоятындай. Джотти: әдетте мен адамдардың бәріне жоғары қараймын, ал бұл жолы мойным сынды, деп күлді. Румейса: біз көзіміз бір-бірімізді көру үшін камера керек болды ғой, деп күлді олар. Олардың бойы айырмашылығы күлкілі көрінуі мүмкін, бірақ ең басты екеуі де өздерінің ерекшелігін кемшілік емес, күшке айналдырды. Олар бізге өзгеше болудан қорықпа, дәл сол ерекшелік сені ерекше етеді деп айтты. Біреулер бойынан, біреулер салмағынан ұялады. Бірақ достар, Джотти мен Румейса бізге күлкілі ең әдемі мысалды көрсетті. Өзіңді қабылдасаң, әлем де сені қабылдайды. Лайк басыңыз, пікір жазып қалдырыңыз. Сіз Джотти сияқты мини ханым болар ма едіңіз, әлде Румейса сияқты биік ханым?